Сүретің газетке шыққан соң әскерге қатынасқандардың саны тоқтаусыз артуда. Осындай бір әскерді, осындай бір уәкілді тәжірибеханаға жасырып қоймауымыз керек. Болды ма? Барлық ұқсату жасау қағидасы сенің тұқым қуалау шифрыңа бекітілген. Алайда ересектер болмаса, оны шешуге неше жыл кетуі мүмкін. Ол үшін көп істерді істеуім керек. Алайда осы бір ретке орай болса, ол сені таңдағанына қуанар еді. Филиппес полковник, комиссия мүшесі сізден жауап күтіп тұр. Мақұл, алдымен тексеріп көрейік. Германия тыңшысы қалайша сенің көрігіңде отырады. Менің құпия зерттеу орныма қайтып кіралды. Қандай болды? Кішіпейілдікпен айтсам, мен осы елдегі ең таңдаулы механика инженермін десем де болады. Алайда мынаның ішіндегі нәрселер түсінбедім, қағидасын білмедім. Оның техникасы бізден әлдеқайда озық екен. Онда кім? Тоғызбасты жылан. Біздің мәліметімізді көрген шығар. Мен көп жерге кеңес мүшесі болдым, полковник. Тоғызбасты жылан нацистердің жоғарғы техника орны, оны Шимтік басқарады. Алайда өте қара ниет адам. Тоғызбасты жылан қазір дінге айланды. Барлығын өзіне шоқындырып, өзін соғыста жеңілмеймін деп ойлайды. Қазір қандай жоспарың бар? Бүгін таңертең президентпен сөйлестім. Бүгіннен бастап Совет одағының міндеті өзгеретін болды. Не дейсіз? Тоғызбасты жыланмен шайқасатын болдық. Керек жарағыңды жинастыр. Каттыңша, сен де барасың. Стак, бүгін түнде Лондонға барамыз. Бастық, Шмидтқа қарсы соғыс болса мен де қатынасам. Тәжірибені санасын. Аламогордоға барамыз. Қан сарысуының өнімі болды ғой. Маған керек әскери қосын. Ал қазір сен ғанасың. Жалғыз адам маған жетпейді. Полковникке қарсы шыққым келмейді. Алайда мен маңызды бір түйінге назар аудармаған секілдімін. Сенің қимылыңды көрдім. Маңыздысы еліміздегі халық көрді. Газет. Сүретің газетке шыққан соң әскерге қатынасқандардың саны тоқтаусыз артуда. Осындай бір әскерді, осындай бір уәкілді тәжірибеханаға жасырып қоймауымыз керек. Балам, маңызды соғыстарда еліміз үшін күш шығаруды қалайсың ба? Бастық, менің аңсағаным осы. Ендеше құттықтаймын сені. Лауазымың өсті.